Бауырсақ жасаймыз. Жылы сүт аламыз, оған ашытқы, қант қосамыз, тұз саламыз, жұмыртқа, сары май салып араластырамыз. Ең артында ұн саламыз, қамыр илейміз. Қамырды жылы жерде 1 сағат ұстаймыз. Қамыр көтерілді, оны екіге бөлеміз, жаямыз, пішіндейміз, тағы да 20 минут күтеміз. Кейін бауырсақты өсімдік майында қуырамыз. Бауырсағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дания.